мына шеңберлі жүріс туралы айтатын боламыз. Шеңберлі жүріс, яғни кольцевой деп атаймыз. Қарапайым тілмен. Кольцевойдан өткен кезде көп жүргізушінің жүрегі дүрсілдеп, мына енді бастап жүрген жүргізушілер мүлдем кімге жол беру керектігін де білмейді. Тәжірибелі жүргізушілер де көп қателеседі, себебі ақпарат көп, соның қайсысы нақты шын, қайсысы дұрыс емес екенін білмейді. Енді соны айтатын кез келді, нақты түсіндіріп өтем. Ал сіз комментарийге өз пікіріңізді жазып, сұрағыңыз болса, сол жерге қойсаңыз болады. Шеңберлі жүріске келе жатқан кезде, шеңберлі жүріс ең біріншіден сіз қауіпті аймақ екенін біліп алыңыз. Яғни кез келген қиылыс сияқты ол да қауіпті жер, ең қауіпті аймақтардың бірі. Қиылыстардың барлығы сондай деп қабылдаңыз. Қауіпті аймақты сіз қашып жүрмейсіз, қиылыстан бәрібір өтесіз. Шеңберлі қиылыс болсын, кәдімгі қарапайым қиылыс болсын, бәрібір қиылыстан өтуге тура келеді. Демек, сіз ол жерден сауатты білікті өтуіңіз керек. Біріншіден, бірақ сіз оның қауіпті аймақ екенін түсініп алуыңыз керек. Содан кейін, соны түсінгеннен кейін, сіз ол жерден өте сақ, қырағы, мұқият өтесіз. Ал енді, мына шеңберлі жүріске келе жатқан кезде, сізде осындай 2-3 жолақ болуы мүмкін. Мына шеңберлі жүріс жолына кіретін кезде қиылысқа, сізде осылай 3-2 жолақ болса, кез келген жүру жолағымен сізге кольцевойға кіруге рұқсат. Кез келген жолақпен кіре аласыз. Енді бірақ бұл жерде сіз кірген кезде ары қарай шығатын жеріңізді ойластыруыңыз керек. Бұл жерде сіз мына кольцевойға кірерде кімге жол береді деген осындай шешілмей жүрген сұрақ бар. Бұл жерде қиындығы жоқ. Кез келген қиылыста қараңыз. Сізде жол белгісі тұратын болса, бұл жерде мына басты жол деген белгі тұрса, демек, сіз мына қиылысқа кірер кезде басымдыққа иесіз. Яғни сізге мына шеңбердің кольцевойдың бойымен жүріп келе жатқан жүргізушілер жол беруге міндетті. Ал егер сіздің алдыңызда жол бер деген белгісі тұрса, онда әрине сіз мына кольцевойдың бойымен жүріп келе жатқан жүргізушілерге жол беруге міндеттісіз. Енді бұл жерде ешқандай қиындық жоқ деп неге айтпаймын? Себебі мына шеңберлі жүрісті сіз кәдімгі осындай қарапайым қиылыс ретінде алсаңыз, сіз осы жерде қалай жүру керектігін анық білесіз. Яғни бұл жерде сіз бас жолда тұрсаңыз, сізге мына екінші дәрежелі жолдағы жүргізушілер жол беретіні анық. Сіз оны білесіз. Мына шеңберлі жүріс жолында да дәл солай. Сіздің алдыңызда бас жол деген белгі тұрса, демек сізге жол береді. Ал егер сіздің алдыңызда мына жол белгісі тұрса, жол бер деген, онда сіз жол бересіз. Немесе мына сіздің алдыңызда осындай жол белгісі тұрмаса да, кейде осындай таңба тұруы мүмкін. Таңба деген жолдың үстіндегі бүкіл мына сызықтар, сплошной, стрелка сызықтар, яғни соның барлығы таңба деп аталады. Жол таңбалары бұл. Ал мына сіздердің көріп тұрған жол белгілер деп аталады. Жолдың іргесіне орнатылатын. Жол таңбасы осындай үшбұрыш формада орнатылған жол таңбаларын, сызылған таңбаларын көрсеңіз, онда сіз міндетті түрде жол беру керексіз. Яғни бұл мына жол бер деген жол белгісінің таңба түрі. Яғни сіз мына алдыңыздағы жүргізушілерге жол бересіз. Егер сіз мына шеңберлі жүріске кірер алдында осындай таңбаны көрсеңіз, міндетті түрде мына шеңберлі жүрістің үстімен жүріп келе жатқан жүргізушілерге жол бересіз. Ал енді барын мазалайтын сұрақ, ал енді ешқандай белгі болмаса қалай жүрем деген. Ол да қарапайым жағдай. Мына қиылыста қараңыз, осы жерде екі жүргізуші келді. Енді осы екі жүргізушіден кім бірінші осы қиылыстан өтеді? Бұл жерде әрине жол ережесі айтады. Егер сіз осылай келсеңіз, ешқандай жол белгісі орнатылмаған болса, осы жерде оң жақтан келіп тұрған көлікке жол бересіз. Яғни оң жақтан кедергіге жол бересіз. Яғни сіздің оң жағыңыздан көлік келіп тұрма, демек сіз сол көлікке жол беруге міндеттісіз. Ал егер сіздің оң жағыңызда көлік жоқ па, демек сіз бірінші жүре аласыз деген сөз. Қиылыс мына шеңберлі жүрісте де дәл солай. Яғни сіздің алдыңызда ешқандай жол белгісі орнатылмаса, жол бер немесе басты жол деген белгі орнатылмаса, онда сіз осы кольцевойға келе жатқан кезде, мына кольцевойдың бойымен жүріп келе жатқан жүргізушілерге оң жағынан кедергі болып есептелесіз де, сіз бірінші болып кольцевойға кіресіз. Олар сізге жол береді. Түсінікті ғой?
Яғни бұл кәдімгі тең дәрежелі жолдардың қиылысы секілді. Менің алдымдағы видеом бар, оң жақтан кедергі деген не ол деген. Қай кезде қолданатын барлық ситуацияларын көрсеттім. Сол видеоны қарап алсаңыздар болады. Оң жақтан кедергіні сіз осы шеңберлі жүрісте де қолданасыз, егер ешқандай басымдық белгісі орнатылмаған болса. Кез келген мына круговой жүрісті, кольцевойды сіз осындай қиылыс ретінде қарасаңыз болады. Яғни, мысалы осы қиылысты қараңыз. Міне, 4 көлік тұр. Осы жерде қай көліктер бас жолда тұр? Міне, осы жерде сары мен көк басты жолда тұр. Енді олар бірінші өтетіні анық. Не, сіздің мына көк көлік басты жолда тұрғанын қайдан білдіңіз? Сіз білесіз, сіздің алдыңызда басты жол белгісі тұрса, демек қарсы бағытыңыз да басты жолда тұрғанын білдіреді. Міне дәл осылайша, мына шеңберлі жүрісте де солай. Егер сіздің алдыңызда басты жол деген белгі тұрса, қосымша ешқандай белгі тұрмаса, оның астында, онда, яғни сіздің жол басты жол және сіздің ар жағында, мына кольцевойдың ар жағындағы сіздің қарсы бағытыңыз да басты жол дегенді білдіреді. Енді мына жолда, яғни сізге жол бер деп тұрса, демек сіздің қарсы бағытыңыз да жол бер деген знак тұр. Яғни ол да екінші дәрежелі жолда тұр, сіз де екінші дәрежелі жолда тұрсыз деген мағынаны білдіреді. Ал кольцевойда осылай тұрса, сіздің алдыңызда жол бер деген белгі тұрса, демек сіздің қарсы бағытыңызда, осы кольцевойдың ар жағында, олар да жол бер деп тұрады. Яғни оларда екінші дәрежелі жолда тұр деген мағына. Енді бұл жерде бірақ қосымша ақпарат белгісі тұруы мүмкін осылайша. Әрине бұл қосымша ақпарат белгісі тұрса, көрдіңіз ба, бұл басты жолдың бағыты өзгеріп кетті. Басты жол, міне, бұл шеңберлі жүрісті қарамай қояйық, кәдімгі қарапайым қиылысты қарайық. Егер осы белгі тұрса, басты жол бізде, міне, сіздің мына өзіңіз тұрған жол және сіздің сол жағыңыздағы жолдар басты жол. Ал мына сіздің қарсы бағыттағы көліктер және оң жақтағы көліктер, олар екінші дәрежелі жолда тұр. Басты жолда тұрған жоқ. Бұл қосымша ақпарат белгісі. Яғни бұл жерде сіз мына қалың сызыққа қарайсыз. Қай жолдар қалың сызықпен сызылып тұр, демек сол жолдар басты жол деген мағына. Ал қай жолдар жіңішке сызықпен сызылып тұр, демек ол жолдағылар жол береді деген мағынаны білдіреді. Бұл мына қосымша ақпарат белгісі, яғни басты жол немесе жол бер деген белгінің астында орнатылып, сізге мына қалың сызықпен қай жолдар басты жол екенін анық көрсетіп тұрады. Ал егер ол белгі болмаса, онда сіз басты жолдасыз және сіздің қарсы бағытыңыз басты жол болып есептеледі. Енді мына кольцевойдан шығуды айтайық. Бұл жерде сіз мына шеңберлі жүрістен шығатын кезде міндетті түрде біріншіден сіз мына оң жақ шетке жолақ ауыстырып алуыңыз керек. Сіз кольцевойдан шығар кезде міндетті түрде оң жақ шеткі жолақпен шығасыз. Ортаңғы осы жүріп келе жатқан жолақтан сіз мына кольцевойдан шығуға болмайды. Егер сізде осындай әр жолаққа арналған жүру белгісі сызылған болса, әрине ол кезде болады. Ал егер ондай сызық таңба жолда жоқ болса, жол белгісі жоқ болса, онда сіз кольцевойдан шыққанда міндетті түрде оң жақ шеткі жолақпен шығуыңыз керек. Әрине бұны көп жүргізушілер айтады, кептелісте олай мүмкін емес деп. Бірақ енді кептелісте олай мүмкін емес болғанның өзінде сіз мына ортаңғы жолақтан шығатын болсаңыз, ол өте қауіпті екенін сіз біліңіз. Ол жерде апат болса, сіз кінәлі боласыз. Яғни сіз мына ең шеткі жолаққа алдын ала осылай кольцевойға кіресіз. Кольцевойға кіргеннен кейін міне осылайша ертерек шығатын жеріңізге қарай ертерек жолақ ауыстырып аласыз. Бұрылыс көрсеткішін жағып оң жаққа, сосын шығатын жолға түсіп кетесіз. Яғни бұл жерде аса қауіптілік жоқ. Ал егер сіз мына ортаңғы жолақтан шығып қойсаңыз, ол кезде мына оң жақ шеткі жолақтан келе жатқан жүргізуші осы шеңберлі жүрістің бойымен жүріп, кольцоның бойымен жүріп, сол кезде жол көлік оқиғасы орын алуы мүмкін. Осы әр мына қиылыстарда осындай шеңберлі жүрісте жиі болатын жағдай, жиі болатын ДТП-лар осы жолақ бойынша қателіктер. Сіз соны түсініп алыңыз. Шығатын кезде міндетті түрде оң жақ жолақ, ал кірген кезде кез келген жолақпен кіре бересіз мына кольцевойға. Шығатын кезде сіз міне кірген кезде былай жасасаңыз болады. Бірден, егер сізге осы жолға шығу керек болса, бірден мына шеткі жолаққа түсіңіз. Ал егер сізге мына жолға түсу керек болса, ол кезде де шеткі жолаққа түсіңіз. Ал егер сізге мына жолға шығуға немесе осы жолға шығу керек болса,
онда мына ішкі ортаңғы жолаққа түсіп алсаңыз өте ыңғайлы болады сізге. Міне осылайша мына шеңберлі жүрісте, бірақ бәрібір кольцевойда өте қауіпті екенін біліңіз. Неге? Себебі кольцевойда көріп тұрсыз, жан-жақтан көліктер келеді және олардың бағыты әртүрлі. Сол кезде сіз мына көліктерді жан-жағыңызға қарап, оң жақ шеткі жолақпен жүріп келе жатсаңыз, мына сол жақта келе жатқан жүргізуші қателесіп тіке өтіп кетпеуін қарап қойыңыз. Яғни ол сізге соғып, сосын ол кінәлі болып табылғанымен бәрібір ол жерде апат болып тұр. Сол үшін сіз жол көлік оқиғасын апармау үшін, сақ болу үшін, мына оң жақ шеткі жолақпен кольцоның бойымен жүрем десеңіз, онда мына сол жағыңызға қарап қойыңыз. Біреулер қателесіп, мына оң жақ жолға шығып кетем деп, сосын сізге соғуы мүмкін. Міне осылай қараңыз, мына жерде сол жақтағы көлік соға жазады. Бірақ мына жүргізуші тежеп, бұл жерде жол көлік оқиғасына апарған жоқ. Ол байқап келе жатты олардың қателесіп жатқан. Осындай мына кольцоларда өте көп кездеседі. Сондықтан да сіз жүрген кезде А нүктесінен Б нүктесіне аман жетудің жолын іздеп, соны мақсат қылыңыз. Тез жетуді емес.